Сулар кешкі асқа пеште дайын болатын жеңіл, өте дәмді, ерекше тағам дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тартылған ет пен пиязға тоз бұрыш, бір жұмыртқаның сарысын қосып жақсылап араластырып, кішкене котлеттер дайындап аламыз. Және алдын ала көкөністеріміз, картоп, сәбіз, қызанақтарымызды да алдын ала турап дайындап қоямыз. Мен бұл тағамды Тефаль фирмасынан алған сковородкада дайындаймын. Бұл сковородканың ерекшелігі екеуі біреуінде десе де болады. Мен бұны кез келген плитада сковородка ретінде тағам дайындасам, тұтқасын алу арқылы духовкаға, яғни пешке арналған форма ретінде де қолдана аламын. Бүгінгі тағамды тұтқасын алып, духовкада дайындап көрмекшімін. Бір қораптың ішінде екі түрлі өлшемде жүреді, біреу үлкен, біреу кішкентай. Жуғыш машинаға салып жуып алғанға да өте ыңғайлы екен. Енді осы формама жаңағы дайындап алған кішірек котлеттер мен көкөністерімді дәл видеодағыдай араластыра отырып салып шығамын. Дайындау үшін суға тұз бұрыш, томат пастасын қосып жақсылап араластырып, тағамның үстінен құйып шығамын. Алдын ала қызып тұрған пеште фольгамен 30 минут, фольгасын алып 20 минуттай пісіріп аламын. Осымен біздің кешкі